Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 57-ші сабақ сандар жиынын құру және жіктеу. Сандар жиынын құруды, жіктеуді, жиынның элементтерін анықтауды және таңбаларын қолдануды үйренеміз. Бірінші есеп: сандардан құрылған жиындарды қарастыр. К 5-тен кем бір таңбалы сандар жиыны. Е бір таңбалы сандар жиыны. К жиынына тиісті және тиісті емес элементтерді ата дейді. 5, 3, 7, 2, 0 деген сандардың арасында К жиынының элементтері 5-тен кем сандар болса, 4, 3, 2, 1, 0 сандары К жиынының элементтері екен. Енді К жиынына тиісті емес сандар 5, 7, ал К жиынына тиісті сандар 3, К жиынына тиісті 2 және 0 де К жиынына тиісті екен. Е жиынына тиісті 4 санын жаз дейді. Е жиыны бір таңбалы сандар жиыны болса, 0-ден 9-ға дейінгі сандар, Е жиынының элементтері. Енді осыған тиісті 4 сан жаз дейді. 1, 2, 3, 4-те, осы 4-еуін де жазсақ болады екен. Екінші есеп: С жиынының диаграммасына қара. С жиынына тиісті және тиісті емес сандарды ата, оларды жаз дейді. Мінекей, С жиынына тиісті сандар диаграмманың ішіндегі сандар, ал тиісті емес сандар сыртындағы сандар. Оларды міне былай жазамыз. 200 С жиынына тиісті, 400 саны С жиынына тиісті, 600 саны да С жиынына тиісті және 800 саны С жиынына тиісті болады. Ал С жиынына тиісті емес 8 саны, 45 саны С жиынына тиісті емес және 90 саны С жиынына тиісті емес және 1000 деген сан С жиынына тиісті емес екен. Себебі олар диаграмманың сыртында орналасып тұр, Тиісті және тиісті емес деген таңбаны осылай жазып көрсетеміз. Соны есте сақтап алайық. Келесі үшінші есеп: диаграммаларды салыстыр, не байқадың дейді. Мұнда М және К деген диаграмма көрсетілген, М ол 10-ға бөлінетін сандар жиыны. Яғни оны біз 2-ге бөліп алсақ болады, А дегеніміз 20 және 40 2 таңбалы сандар, В дегеніміз 700 және 900 3 таңбалы сандар, жүздіктер, Енді К деген жиында біз К диаграммасында 63-тен кем сандар жиыны деп алсақ болады. Оны 2-ге бөлеміз, С және Д деп. С жиынының элементтері 1, 3 және 5 бір таңбалы сандар. Ал Д жиынының элементтері 25, 62, 47, яғни 2 таңбалы сандарды жазамыз. Төртінші есеп: Т 13-тен кем 2 таңбалы сандар жиыны. Яғни 13-тен кем болса, 13, 12, 11, 10 деп жазамыз. Ал О 15-тен кем 2 таңбалы сандар жиыны. 15, 14, 13, 12, 11, 10 деп жазып аламыз, Осы 2 жиынға да тиісті элементтерді жаз дейді. 10, 11, 12, 13 деген сандар екеуіне де тиісті элементтер. Т жиынына тиісті элементтерді жаз, Т жиынына тиісті емес 2 элементті жаз дейді. Яғни тиісті және тиісті емес деген таңбаны пайдалану арқылы былай жазып шығамыз. 13 Т-ға тиісті, 12 де Т жиынына тиісті, 11 және 10 деген сандар тиісті, ал 15, 14 Т жиынына тиісті емес. Бесінші есеп: жиын элементтерін ата ойыны. Гүлдер жиыны қызғалдақ, раушан, бәйшешек деп алсақ болады, Өзендер жиыны есіл, ертіс, жайық, іле деп алсақ болады. Құстар жиыны дегенде қарлығаш, қарға, сауысқан, Ары қарай тағы қандай құстар бар, соларды да жазып шықсаңдар болады екен. Таулар жиыны дегенге мінеке Алатау деп қойыпты, одан кейін Оқжетпес, Тәңіртау, тағы да қандай Жоңғар Алатауы, Тянь-Шань тауы деп тағы басқа қандай тауларды білеміз, солардың барлығын жазып шықсақ болады екен, Келесі 6-шы есеп: теңдеулерді шеш дейді. 35 қосу А тең 74. А-ны табу үшін 74-тен 35-ті азайтамыз. А тең 39 болды. Енді тексереміз.
Тексеру үшін аның орнына 39-ды жазамыз. 35-ке 39-ды қоссақ, тең 74. Теңдеудің екі жағы да 74-ке тең. Теңдеу дұрыс шешілді. Келесі 87 азайту x тең 42. X-ті табу үшін 87-ден 42-ні азайтамыз. X тең 45 болды. Енді тексереміз. X-тің орнына 45-ті қоямыз. 87-ден 45-ті алсақ, 42 қалады. Теңдеудің екі жағы да 42-ге тең. Теңдеу дұрыс шешілді. Келесі теңдеу d азайту 72 тең 18. d-ны табу үшін 72-ге 18-ді қосамыз. d тең 90 болды. Енді тексереміз. d-ның орнына 90 санын қоямыз. 90-нан 72-ні азайтсақ, тең 18. Теңдеудің екі жағы да 18-ге тең. Теңдеу дұрыс шешілді. Жетінші есеп А және Б жиындарын ата. Осы екі жиынға тиісті және тиісті емес элементтерді жаз дейді. Мінекей, 80 саны А жиынына тиісті, 45 саны да А жиынына, 1 саны А жиынына тиісті, 9 саны А жиынына тиісті. Енді осы жиынның сыртындағы 7 саны А жиынына тиісті емес. С деген әріп А жиынына тиісті емес. Б деген әріп те А жиынына тиісті емес екен. Енді Б жиынын қарап көрейік. Б жиынына рим цифрымен жазылған 7 тиісті. А әрпі Б жиынына тиісті. 1 деген рим цифрымен жазылған сан Б жиынына тиісті. Б саны Б жиынына тиісті. R саны да Б жиынына тиісті. 12 деген санда Б жиынына тиісті. Енді Б жиынына тиісті емес сандар мен әріптер олар: С әрпі Б жиынына тиісті емес. 7 саны да Б жиынына тиісті емес. А жиында орналасқан 45 саны да Б жиынына тиісті емес, және 9 саны да Б жиынына тиісті емес екен. 8-ші есеп: берілген сандардың арасынан қандай екі санды алып тастағанда қалған сандардың қосындысының мәні 14-ке тең болады. Міне 7, 9, 6, 1 және 5 деген сандар берілген. Осы сандардың екі санын алып тастаған кезде оның мәні 14-ке тең болу керек екен. Яғни 7-ге 6-ны қосамыз, 13, оған 1-ді қоссақ 14 болады. Сонда біз 9 және 5 деген сандарды алып тастайды екенбіз. Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Озат оқушым, каналға тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпа. Келесі сабаққа дейін сау бол.